Құрметті қазақстандықтар, коронавирус індетін жұқтырған тағы 3 адам тіркелді. Берлин, Минск, Алматы ұшағы арқылы 13 наурызда ұшып келген 2018 жылы туылған кішкентай нәресте қыз бала Алматы қаласындағы балалар инфекциялық ауруханасына жатқызылды. Екінші науқас 1966 жылы туылған азамат Мәскеуден бізге 10 наурыз күні ұшып келді. Алматыда көп салалы медициналық орталыққа жатқызылды. Үшінші науқас 1956 жылы туылған азамат, ол да Мәскеу қаласынан 10 наурыз күні ұшып келді. Қазіргі сағатта Алматы бойынша 11, Нұр-Сұлтан бойынша 2 науқас тіркеліп отыр, барлығы 13 адам. Уважаемые казахстанцы, еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. Первый случай. Маленький ребенок, девочка 2018 года рождения, прилетела к нам 13 марта рейсом Берлин, Минск, Алматы, помещена в детскую инфекционную больницу города Алматы. Второй случай. Мужчина 1966 года рождения, прилетел к нам из Москвы 10 марта текущего года. И третий случай. Также мужчина, также из московского рейса 1956 года рождения. На данный час у нас 11 зараженных по городу Алматы и 2 в Нур-Султане, всего 13 человек.